Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге қазақ руханияты мен ғылымында өшпес із қалдырған үш ұлы тұлғаның еңбектерімен таныстырамыз. Абай, қазақ халқының ұлы ақыны, данышпан ойшылы, рухани ұстаз. Оның шығармалары адамзаттық құндылықтар мен ұлттық болмысты ұштастырған бірегей мұра. Абайдың қара сөздері мораль, тәрбие, білім мен еңбек туралы терең философиялық ойлар жиынтығы, ал өлеңдері тіл тазалығының, рухани биіктіктің үлгісі. Абай тек өткенің емес, болашақтың да ақыны. Оның идеялары бүгінгі қоғам үшін де өте өзек. Нығмет Нұрмақов алаш рухын жалғастырған, кеңестік дәуірде қазақ елінің дамуына еңбек сіңірген көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері. Ол өз заманының қиындықтарына қарамастан халқы үшін күресіп, өмірінің соңына дейін адал қызмет етті. 1937 жылы саяси қуғын-сүргін құрбаны болды. Бүгінде оның есімі мен еңбегі қайта жаңғырып бағалануда. Евней Арыстанұлы Букетов көрнекті ғалым, химик, жазушы, аудармашы, әрі қоғам қайраткері. Ол ғылым мен әдебиетті, ұлттық рух пен заман талабын үйлестіре білген тұлға. Металлургия саласында ірі жаңалықтар ашып, өндірістік технологияны дамытты. Қарағанды мемлекеттік университетінің алғашқы ректоры ретінде білім мен ғылымның іргетасын қалауға атсалысты. Ол Абайды, Шәкәрімді, Лермонтовты аударған, ұлттық әдебиетті әлемдік кеңістікке шығаруға зор үлес қосты. Бұл тұлғалар тарихта жазылған есім ғана емес, бүгінгі ұрпақтың ой санасында жаңғыратын, жүрегінде өмір сүретін асыл бейнелер.